Сәлеметсіңдер ме 9-шы сынып оқушылары? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз пернетақтадан кейіпкерді басқару. Алдыңғы сабақта естерінде болса, біз кейіпкерді орнынан қозғалтуды үйрендік. Ол өз уақыты беріледі. Бізде 1000 миллисекунд бердік. Кейіпкеріміз өз орнын екінші орынға ауыстырды. Бүгін біз жаңа сабағымызда пернетақтадан қалай басқарамыз, оны қалай орындарын пернетақтадан өзгертуге болады, соны өтетін боламыз. Оқиға дегеніміз қалыптасқан жағдайдың белгілі бір уақыт ішінде өзгеруі. Яғни, бұл біздің кез келген іс-әрекетіміз оқиға болып саналады. Мысалы, қолымыздан телефонымызды түсіріп алсақ, ол оқиға. Көшеде кетіп бара жатып, мұздан аяғымыз тайып кетсе, ол оқиға. Ал ойындағы оқиға дегенімізде, осы өзіміздің өміріміздегі оқиғаға ұқсас, ол жерде кейіпкерлер болады. Енді ол кейіпкерлердің орын ауыстыруы, немесе қозғалысы, немесе кейіпкерлердің өзара соқтығысы, немесе басқа бір денеге барып, қабырғаға барып соқтығуы, ол ойындағы оқиға. Біз кейіпкерлерді маустың көмегімен және пернетақтаның көмегімен қозғалта аламыз, яғни оқиғаларды жүзеге асыра аламыз. Маустың көмегімен кейіпкерді басқару үшін Mouse Motion модулі қолданылады. Ал пернетақтамен кейіпкерді басқару үшін Keydown модулін қолдану керекпіз. Біз бүгінгі сабағымызда пернетақтамен кейіпкерді басқаруды қарастыратын боламыз. Pygame.k астыңғы сызық, одан кейін барып, осы пернетақтадан қайсы батырманы біз қолданамыз, пернені, соны жазу керекпіз. Pygame.k астыңғы сызық А. Мысалы, ол Аны бассақ, біздің кейіпкеріміз орнынан қозғалады, немесе оқиғаны орындайды. Команда осылай беріледі. Аның орнына кез келген әріптерді қоюға болады. Яғни біз пернетақтаны команда ретінде беру үшін Pygame K астыңғы сызық деген бұл міндетті функциялық модуль болып табылады. Міне, P болсын, ол L болсын, K болсын, кез келген ағылшын әріптері пернетақтадағы. Сонымен қатар Space бұл яғни мына жердегі біздегі пробел, бос орын. Осы батырманы бассақ, бізде іс-әрекет орындалуы мүмкін. Тағы да Escape, Escape батырмасында басып біз команданы бере аламыз. Up деген мына жердегі стрелка, және Down бұл мына стрелканы басқанда біз кейіпкерге команда беріп, оны орнынан қозғалта аламыз. Мына модульді жақсылап есімізде сақтап қаламыз. Pygame.k астыңғы сызық, одан кейін пернетақтаның кез келген пернесі, батырмасы яғни. Бүгін біздің негізгі танысатынымыз екі функция. Бұл екі функцияның көмегімен біз бүгінгі кодымызды жүзеге асырып көрейік. Программалық кодымыз алдыңғы сабақтардағыдай барлығы осылай басталады. Біз ойын терезесін береміз, өлшемдерін береміз. Ойын терезесінің атын жазамыз, жарыс. Кейін оны түске, яғни 255 деген ақ түске бояймыз. Суретті ашамыз Pygame Image Load функциясымен. Өлшемін өзгертеміз, 160-та 120 етіп, өзіміз белгілі бір өлшем береміз суретке. Одан кейін оны 4 нүкте бойынша тереземізге орналастырамыз. Ол Screen Bleed функциясы арқылы терезеде кейіпкеріміз орналасады. Pygame Display Flip функциясы арқылы тереземіз жаңартамыз. Мына жерде True While Running деп бізде цикл кетеді. Яғни бұл жерде мына жерге дейін бізде шарт болады. Егер Event Type Pygame Quit деген, яғни оқиға деген ғой, Event деген. Оқиғаның типі ешқандай өзгеріссіз болса, яғни біз терезені аштық, терезені ашқаннан кейін ешқандай батырманында ештеңені баспасақ, онда бұл өзінің қалпын сақтап тұрады, тереземіз ашық тұра береді. Одан кейін elif деген, яғни әйтпесе, егер деген
шарт кетеді. Бұл жерде біз береміз оқиғаның типі кейдаун, яғни пойгейм кейдаун пернетақтаны басқару функциясы орындалмай, бізде мынау quit күйінде, яғни ешқандай өзгеріссіз күйде тұрады. Ал пернетақтадан міне басқару келіп, егер ол пернетақтадан мынандай басқару келсе, міне пойгейм kr батырмасын басса, онда бізде мынау оқиға орындалады. Бұл жерде міне screen bleed пен автоны суретімізді келесі бір орынға жылжытамыз, қоямыз. Одан кейін бұрынғы орнын пойгейм draw rect пен ақ түске бояймыз. Біз оны алдыңғы сабақтан білеміз, Сосын пойгейм display flip деп қайтадан ойынның терезесін жаңалап, пойгейм quit деп тереземізді бір қалыпқа келтіреміз. Кәне осыны орындап көрейік. Міне бізде қазір quit, яғни тыныштық күйде, бізден кейдаун функциясын, пернетақтадан басқару функциясын күтіп отыр. Егерде де біз жаңағы шартты берді кодқа, R батырмасын басқанда, мынау тыныштық күйден орын ауыстыруға айналсын деп R-ді басамыз. Міне R-ді бастым. Кейіпкер өзінің орнын ауыстырып, бұрынғы орны ақ түске боялды кодта бергеніміздей. Сонымен біздің программалық кодымыз орындалды. Программалық кодымыз өз нәтижесіне жетті. Бүгінгі жаңа функциялар міне elif event type pogame keydown және if event key pogame k нижний пробел астыңғы сызық r. R-дің орнына біз кез келген батырманы қоя аламыз. Соның біреуін қойып көрейік қазір. R-дің орнына мысалы жаңа up дегенді қояйық, яғни жоғарғы стрелканы басқанда қозғалысқа енетін. Жоғарғы стрелканы басам, машинамыз қозғалысты жүзеге асырды. Бүгінгі жаңа сабағымыз түсінікті деп ойлаймын. Кодымызда екі жаңа функция бар. Elif event type, if event key, pogame, осы екі функцияны жақсылап жаттап аламыз. Pogame keydown функциясы бұл пернетақтадан басқару. Ал pogame kr пернетақтадан нақты қайсы батырманы, пернені басатынымызды береді. Кейіпкерлерді басқару үшін кез келген әріптерді немесе мынау белгілерді, батырмаларды қолдана алады екенбіз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.